Део Матис 2003 жыл шығарылған, объем 1. Известный дейді. Экранда номерге чалып байлансаңыздар болады. Басы 130 мың сом дейді. Бұның пробегін көріп қойылымыз. Жығырма 5 мың дейді. Өзіңіздер де көріңіздер. Ичкі салоны, коробка механика. Дағы біздің бір Матис 2006 жылы шығарылған, объем 1. Бұл номерге чалып байлансаңыздар болады. Состояние идеальный дейді. Басы қанша басы? Басы 170 мың сом дейді. Пробегін көріп қойылу. Пробеги 66 километр дейді. 66. Біздің кейінгі Матис 2004 жылы шығарған, объем 08. Свежий перегон Корея. Экранда номерге чалып байлансаңыздар болады. Бұның басы пробеги 69 мың километр. Басы 169 мың дедіңіз бе? 160 мың екен. Getz 2003 жылы шығарылған, объем 1-2, расход 7-8 литр. Коробка механика. Коробка механика. Біз пробегін көріп қойсық. Пробеги қанша дейді? 172. Пробеги 170 мың километр дейді. Басы қанша ка? Басы 200 мың кәм бар дейді. Biraz сөйлесеңіздер түшіп кетеді. Део Матис 250 мың сом, 2010 жылы шығарылған, объем 08, расход 5 литр. Мол экрандағы номерге чалып байлансаңыздар болады. Chevrolet Matiz кен, 2007 жылы шығарылған, объем 1, расход 7-8 номеріне чалып байлансаңыздар болады. Жазылған экрандарға. Ошоға біздің біраз кемшіліктер кетіп отыр. Сіздерден кешірім сұрайбыз, алдын ала комментарийға негатив жазбаңыздар. Бізден оңдауға әрекет қылабыз. Басы 220 мың дейді. Матиз 3 2009 жылы шығарылған. Мол номерге чалып байлансаңыздар болады. Басы қанша деп отыр? 210 деп отыр. 210 мың дейді. Ешкі салонын көрсетіп қойылы. Пробеги қанша екен? Жақын тарттан. 136 мың қанша дейді? 136 мың 270. Арқанқы рекламасы да бар екен. Свежий перегон Корея. Прибалтика дейш. Ичкі салондор аяғы қандай. Таза екен. Номер алынған қанша күн? 4 күн болды. 4 күн болды тұр. Жаңы растомашкасы менен екен. Бары өлі таяр екен да бардығы. Растомашка қылбайды кестер. Бұл номеріне көрсетіп қойлы. Қырғызстанның жаңы номері. 03 480 деген номер. Айвандай таза көрінеді сыртынан. Део Матис 3 2008 жылы шығарылған. Объем 08, расход 5-6, коробка автомат. Экрандағы номерге чалып байлансаңыздар болады бұғадағы. Biz arqanqı abalım görsetөz.
Бағасын қанша деп отырсыздар ака? 230 мың дейді. Пробеги қанша пробеги? Пробеги 150 мың дейді. 150 мың километр. Део Матиз 3 2008 жыл шығарылған, объем 08, свеж перегон Корея. Номерге шалып байлансаңыздар болды экрандағы. 200 қанша? 60 мың сом. Içki salonun görüp koyuyoruz biz. Krapka avtomat. Probegin görüp koysak. Probegin gösterip berет hazır bizden. Probegi 114 мың дейді. Жалаң эле таза машиналар болуп жатат бүгүнкү чыгарылышыбызда. Део Матиз 3 2008 жылы чыгарылган, объем 08, свеж перегон Корея. Могул номерге чалып байлансаңыздар болот. Бул жак кимге карайт бул машина? Канча деп атасыз ака баасы? 250. Баасы 250 мың сом дейт. Пробеги канча экен? 138. Пробеги 138 мың километр квадрат. Километр эле. Квадраты кошулуп кетти. Део Матиз 2008 жылы чыгарылган, объем 08, коробка автомат, 250 мың сом баасы. Biz sizlerge арканкы жана ички салондорун көрсөтүп жатабыз азыркы учурда. Ички салондору. Биздин кийинки Део Матизибиз 2008 жылы чыгарылган, объем 08, расход 5-6, коробка автомат. Могул номерге чалып байлансаңыздар болот. Бул машина кимге карайт? Матиз. Kayıtta boşuna kemer. Nasıl elini? Баасы 330 мың сом. Део Матиз 2008 жылы чыгарылган, объем 08, расход 5-6, коробка механика. Өзүңүздөр көргөндөй эле 230 мың сом дейт баасы. Пробеги канча экен? 120. Пробеги 120 мың километр. Биздин кийинки тарта турган Матиз 3 2008 жылы чыгарылган, свежий перегон Корея, объем 08, расход 5-6, коробка механика. Пробег 81 900 километр экен. Баасы 220 мың сом дейт. Пробегин бир көрүп койсок, пробеги канча? Пробеги ички салонун бир көрүп коелу. Арканкы салону таза экен, жаңы экен. Скорсу механика. Биздин кийинки Матизибиз, Матиз 2 2004 жылы чыгарылган, состояние отлично дейт. Баасы канча экен? Баасы 160 мың дейт. Пробегичи? 134 мың пробег. Арканкы абалы. Матиз 2 2004 жылы чыгарылган, объем 08, состояние отлично. Баасы канча? 190 мың сом дейт баасы. Ички салонун бир көрүп коелу.
Пробеги 189 миң дейт. Коробка автомат. İçki salonları. Biz ушуну менен матиздерибизди жыйынтыктайбыз. Биздин катачылыктар кетсе комментарийге жазасыздар. Биз сиздерге кийинки чыгарылышта кайсы машиналарды тартайлы жана кандай машиналарды тартайлы ошо жөнүндө комментарийге жазыңыздар. Биз сиздер менен биргебиз.